Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дәл осы пигодиді бірге жасаймыз. Ендеше менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Енді бастаймыз. Ол үшін біз апара дайындап аламыз. Апараға 2 қасық аштық саламыз. Және 2 қасық ұн саламыз. Әбден араластырып, жылы су құйып қоямыз. Апарамыз әбден көтерілу керек. Жақсы көтерілсе, пигодиіміз жақсы шығады. Осы ашытқаны 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ал мінекей енді біздің ашытқымыз дайын болды. Осыны енді илеп аламыз. Тұз ғана саламыз. Тұз бен ашытқы. Тек қана тұз бен ашытқы. Ұн менде 800 грамдай ұн. Осы ұннан 12-13 пигоди шығады. Енді илеп аламыз. Жылы сумен. Өте тас та емес, өте қатты жұмсақ емес. Неке қамырымыз осындай өте жұмсақ, өте таста емес. Осыны енді 2 рет қайырып илеп алуымыз керек. Сосын ашығанын күтеміз, көтерілгенін. Енді ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Салмасына капуста қосам. Капустаны сіздер қаласаңыздар тұз сеуіп, тұзға бастырып алсаңыз болады. Болмаса, кішкене май құйып, шала қуырып алсаңыз болады. Мен май құйып, шала қуырып алам. Капустамен. Енді капустамыз қуырып алам. Қатты қуырып жібермейміз. Шамалы аздап қуырып аламыз. Енді капустамыз дайын. Осыған енді фарш саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сіздер қалаған дәмдеушілерді қоссаңыздар болады. Описанияға жазып кетсем, қанша фарш, қанша капуста керек екенін. Әбден араластырып аламыз. Неке салмағымыз дайын. Енді пигоди жасаймыз. Енді
Қамырымызды 100 граммнан өлшеп аламыз. Жүз граммнан өлшеп, домалақтап дайындап қоямыз. Сәл көтерілгенін күтеміз. Неке дайын тестімізді енді 10-15 минутқа қойып қоямыз. Шамалы көтерілгеннен кейін пигодиімізді жасаймыз. Енді пигодиім жасаймыз. Қатты жайып жібермейміз. Қамыры 100 грамм. Ішіндегі салмасына 40-45 грамм сала береміз. Салып дайындап аламыз. Енді пигодиді бүреміз. Қамыры 100 грамм, салмасы 40-45 грамм. Осылай домалақ қып. Тағы да көрсетіп жіберейін. Енді мантағартымызды майлап аламыз. Пигодиімізді саламыз. Пигодиді салғанда араларына май жағып саламыз. Өйткені бір-біріне қазір көтеріледі, ол көтерілген кезде жабыспау үшін. Шамасы арасын ашып қоямыз. Майлап араларын ашып қойып қоямыз. Қазір көтерілген кезде көтеріліп алғаннан кейін ешқандай жыртылмайды, әдемі болып піседі. Сол үшін араларын сәл ашамыз и майлап қоямыз. Енді осыны 1 сағатқа қойып қоямыз. Ол шамалы көтерілу керек 1 сағаттан кейін. Содан кейін барып газге қоямыз. Мынау көтерілгені дайын. Енді осыны газге қойдым. Суын мұздай суға қоямыз, салқын суға қоямыз. Қайнаған суға қоймаймыз, манты сияқты. Салқын суға 1 сағатқа қойып қоямыз. Қайнап жатқанда бетін ашпаймыз. Осы жапқан күйі ровно 1 сағат тұрады.